Заманында қылышынан қан тамған Шыңғысхан шолғыншы ұстайды екен дейді. Дүниенің төрт тарабындағы жаңалықты сол шолғыншылар хан ордасына жеткізіп тұрады екен. Күндердің күнінде шолғыншылардың бірі әдеттегідей көргенін айтып келеді. Осындай Саруалының ары деген жерде болдым. Ордалы құланның мекені екен. Маңайына ешкімді жолатпайды. Маңына келгенді теуіп, таптап, шайнап өлтірердей. Әйтеуір атымның жүйріктігінен әзер қашып құтылдым дейді. Сонда Шыңғысханның қасында отырған Жошы деген баласы: «Ой ақсақал, адамды құлан теуіп өлтіреді дегенге сенбеймін» депті де өзінің сенімді деген 40 жігітін қамдап құлан ордасына бармақшы болыпты. 40 жігіт бармай-ақ қойса қайтеді деген екен. Оған хан баласы көнбепті. Содан Жошы қостанып 40 жігітін ертіп аттанып кетеді. Шолғыншының айтқанындай Саруалының арығы құлан ойнағына айналған екен. Аң деген көздің құрты ғой. Сол жерде Жошы жеңілдік үшін қызыл шекпенін киіп, қобылы садағын алып, құлан ордасына қарай қасқайып тура жүреді. Ал 40 серігі болса жүрексініп, жабынды тасаны баспалай ілесіп отырады. Жошының қарасын көрген құлан ордасы шоқтай болып иіріледі де, ішінен бір ақсақ құлан бөлініп шығып қарсы жүреді. Сол бетінде осқырына одағайлап келіп, жерді тарпып жібергенде, жер бетін сасық қара тұман басып кетеді. Осы кезде Жошының 40 серігі енді қайттық деп аңырап тұрғанда, 40 жігіттен қаша жүріңдер, қызыл шекпенді баса жүріңдер деген дауыс естіледі. Сөйткенше болмайды, аспан астын дүрсілдеген көп тұяқ кернеп, алағай да бұлағай боп кетеді. Бір мезгілде тұман ашылады. 40 жігіт андағайлап қараса, құлан да жоқ, хан баласы да жоқ. Тек қана жердің астын үстіне шығарғандай болып, қалың құланның шұбырынды ізі жатыр. 40 жігіт 3 күн бойы сол шұбырынды ізді тінте қарап жүріп, хан баласының шынашағын ғана тауып алады. Шынашақты жерлеп, хан баласына лайық күмбез тұрғызады. Содан 40 жігіт қайғырып елге оралады. Болған істі айтуға еш қайсының жүрегі дауаламайды. Шыңғысхан болса жігіттердің келгенін естіп: «Менің балам аңнан оралғанда маған соғып өтуші еді ғой, япырмай, балам жазым болған-ау» деп уайым шегеді. Жазғырар ешкімді білмей аласұрып, кімде-кім баламның жаман хабарын жеткізсе, көмейіне балқыған қорғасын құямын деп жар шашады. Бірақ жарлық ханға бала бола ма? Сол қалпы жүрегі жамандықты сезіп, қайғырып жатып қалады. Ол кезің дәстүрінде қандай қаза болса да, жетісіне дейін естірту қажет екен. Жошының жетісі тақалған сайын халық не істерін білмей ұйлығады. Сол кезде Найманнан шыққан ұлы жыршы Кетбұға деген домбырашы: «Қой, хан баласының өлімін естіртпей болмас. Домбыраға тіл бітіргенім рас болса, мен барайын» депті. Шыңғыс ханның ордасына келеді. Келсе, хан қайғыға қамалып теріс қарап жатыр екен. Кетбұға орданың ортасына тізе бүгіп, домбырасын тарта бастайды. Бұл күй құлан ойнақ деп аталады. Ел ішінде құланның жүрісі деп те тартқан домбырашылар бар екен. Әп дегенде лепілдеп, екпіндеп естілген тың сарынға Шыңғысхан елең етіп құлақ түреді. Домбыра одан сайын лепіріп, ұлы дүбірге ұласқан сәтте Шыңғысханның көзі жайнап, әлде бір үміт күші сілкіп тұрғызғандай басын көтеріп отырады. Домбыра үні оның көз алдына баласы Жошының арындап, құланды қойдай қайырып жүргенін елестетеді. Осы кезде домбыра құлан үйірінің құйындай ұйтқып жөңкілгенін, мың сан тұяқтың дүбірін білдіргендей серпе қағылады. Шыңғысханның басын көтеріп алған Кетбұға енді домбырасына шымшымдап бөлек сарын, бөтен дыбыс қосып, екінші күйін бастайды. Бұл күйі естірту деп аталады. Әлгінде ғана аңның апшысын қуырған елес әп-сәтте сейіліп, ханның құлағына бір хабар еміс-еміс жеткендей болады.
бір уақытта домбыраға тіл біткендей: «Уа иеміз Шыңғыс хан, балаң өлді, Жошы хан» деп сұңқылдай сарнап қоя береді. Сол кезде Шыңғыс ханның дауысы саңқ етіп: «Тоқтат, сенің тартар менің естір күйім емес екен. Балаң өлді, Жошы хан деп тұр ғой» дейді. Кетбұға болса сабырмен: «Ай тақсыр, балаңыздың өлімін өзіңіз есірткеніңіз не болғаны?» деп уәж айтады. Сонда Шыңғыс ханның мысы құрып: «Қап, мынау ауырлықты өзіме аударып кетті-ау. Жарайды, өз жарлығымды өзім аттамай-ақ қояйын. Бірақ жаман хабардың аузынан шығуына себепші болғаның үшін жазаланасың» депті. «Сені Айдахарлы тауының алқымындағы Айдахар үңгірінің аузына алып барып тастайды» деп нөкерлеріне әмір береді. Сол жерде хан бұйрығын қаза қылмайтын нөкерлер Кетбұғаны дедектетіп алып жүріп, Айдахар үңгірінің аузына топ еткізіп тастап кетеді. Айтқанша болмай, адам есін сезген Айдахар ширатыла серпіліп үңгірден шығады да лебімен тартып Кетбұғаны жұтуға оңтайланады. Сонда басқа жарасы қалмаған Кетбұға жүрелеп отыра қалып, домбырасын көкірете сұңқылдатып, бір күйді тарта жөнеліпті. Бұл күй Айдахарды арбау деп аталады екен. Кейбір күйшілер домбыраға көке-көке деген сөздің ырғағын келтіре тартатын болғандықтан, бұл күйді көке-көке деп те атайды екен. Күй сарыны естілуі мұң екен, Айдахар сұқ түсіп, иегін жартасқа сүйеп қимылсыз қалады. Бір мезгілде күй бітеді. Сонда Айдахар манаурай қимылдап ініне қайта кіреді де кешікпей ат басындай алтын алып шығады. Алып шыққан алтын уф те бүрлеп Кетбұғаның алдына түсіреді. Осылайша ханның қаһарынан, Айдахардың айбарынан аман қалған Кетбұға домбырашы мұратына жеткен екен.